Бәріне сәлем, бұл Наздану подкаст, және сіздермен бірге Гүлназ. Мен бұл жерде өзін дамыту тақырыбында және де продюсерлік саласымен байланыстыра отыра өзімнің тәжірибемен бөлісетін әңгімелерді қозғайтын боламын. Бұл эксперименталды подкаст және бүгінгі тақырып қорқыныш сезімі жайында. Қорқыныш деп мен нені айтқым келіп отыр? Тіпті бүгінгі осы дәл қазіргі сәтті мысал етіп айтсақ, подкаст ашу менде біраз ұзақ уақыт бойы ойымда жүрген, бірақ мен бұл нәрсені тым қиындатып жібердім миымда. Оны қалай жүзеге асырады, неге олай, неге былай, мүмкін бірден видео түрінде жасау керек шығар, немесе саған диктофонға жазсам дауысы таза шықпайды, камераға түсірсем ол жерде светке қарау керек, качествоға қарау керек, кім түсіреді, қайда түсіреді, мен қалай отырамын, мен не кием, мен түрім қалай болады деген сияқты өте көп сондай артық ойлар көп шыға береді. Шын айтсам, сылтауы да көп болады. Менде анау жоқ, менде анау жоқ, тағысы тағы. Біз жоқ нәрсе, мүмкін емес нәрсеге келгенде біздің миымыз өте күшті істеп кетеді негізінде ше. Бірақ ақырында бірдеме болып, мүмкін мен өзім де қазіргі уақытта ғана дайын болған шығармын бұл нәрсені бастауға, және сен сол нәрсеге шынымен іштей ниеттеніп дайын болған кезде саған соған байланысты мүмкіндіктер өзімен өзі келе бастайды. Тіпті мен басында диктофонға жазып бастадым. Алдағы қателеспесем 4-5 подкаст диктофонға жазылған, телефондағы қарапайым. Тек сол звукты біраз өңдеумен айналысып, кішкене тазартып отырып салып жүрдік. Қазіргі уақытта мен студияда жазып отырмын. Бұл өзі біраз аяқ астынан болып кетті. Мен іздеп андай қиналып неткен жоқпын. Сондай бір мүмкіндік пайда болғандықтан неге істеп көрмеске деп мен осылай қазір студияда жазып отырмын. Максимально тыныш, максимально наушникпен, специально программада. Понимаете? То есть максимально серьезность пайда болды осы істе. Мен мен айтқым келген қорқыныш ол мына бір шешім жайында. Мысалы, менде қазір бәрі бар, мен барынша әдемі, стабильный, ең бастысы подкаст жүргізе тырысып жүрмін, бірақ іште бәрібір қорқыныш бар. Бірдемен дұрыс істемеу, немесе бұрыннан подкаст жүргізіп жүрген адам естіп қалса, ой, мынау бүйтіпті, мынау сөйтіпті, там обложка жайында, немесе окей, даже подкастпен кішкене менде мысал қиын келіп жатыр, себебі қиындықтар әлі алда дейді ғой. Басқа да бір енді ғана бастап жатқан жұмыстар бар, мысалы бокспен айналысып бастадым. Сол жерде де біраз андай қорқыныш пайда болады, мынау дұрыс па, мен вообще дұрыс түсінбеген сияқтымын, өте көп қателіктер болады. Өте көп сылтаулар, және де білмеймін, былайша қарап тұрсам, маған ешкім былайна болады ғой, не тычет пальцем дейді ғой, мысалы. Саусағымен шұқытып, немесе қалай айтады, ешкім мен бетіме басып жатқан жоқ қателігімді. Бәрі түсіністікпен қарап, барынша түсіндіріп, көрсетіп, үйретуге дайын. Өте благодарнамын, шынымды айтсам, ризамын сол мен айналамдағы адамдарға, сол үшін, сабырлық үшін. Бірақ та миымда бәрібір ең үлкен критик отыр, оның кім екенін білмеймін, бірақ мен миымдағы критик әрбір істеген ісімнен бір мін табуға дайын тұрады. Тіпті мен қалай сөйлеуім, қалай отыруым, үнемі что-то не так, үнемі что-то не хватает. И осы бір қорқыныш сезімнен қалай арылуға болады деген мен өзімде сұрақ пайда болды. Сырт көзге қарағанда әрине мен ол нәрсені көрсетпеймін. Ну, осознанно, неосознанно, бірақ мен қатты білдірмейді екенмін ол қорқынышымды. Өзімде оны байқадым. Бірақ та былай қарап отырсам, өзіммен өзім күресіп отырамын, шынымды айтсам. Күресіп отырамын. Миымда ең үлкен соғыстың бәрі мида болады, достар. Ондай болады ғой, қорқыныш бір проектті бастағанда, мысалы, мүмкін бір жаңа жұмысты бастаған кезде қорқыныш пайда болады. Істей аламын ба, осылай бола ма деген сияқты сомнениялар, иә. Бірақ ең үлкен соғыс сол жерде сіздің ойыңызша ол сіз және сізге жұмыс беріп жатқан адамның арасында деп ойласаңыз, негізінде ең үлкен жұмыс біздің миымызда болып жатыр. Ең үлкен соғыс біздің миымызда болып жатыр. Дұрыс па, дұрыс емес па? Тіпті дұрыс деген мағынаның өзі, это понятие растяжимое негізінде.
сол нәрсені қабылдау керек деп ойлаймын. Негізі қазір мен біреуге пайдалы боламын ба білмеймін, бірақ мен шынын айтсам өзім осы сұрақты аша отыра оны қалай шешетінін түсініп тұрған жоқпын. Себебі мен сол нәрсемен бетпе бет келдім. Ұзақ уақыт бойы мен қалап жүрген студиядағы жұмысқа келген кезде, маған барлық мүмкіндіктер берілген кезде, мен отырмын и өзімнен өзім қорқып отырмын. Неден қорқып отырмын? Неге қорқып отырмын? Неге бұл сезім мүмкін басқа нәрсемен шатастырып отырмын ба, бірақ та қатты бір қысылу сезімі бар, өзімнің орнымда емес сияқты сезім бар, қателесіп жатқан сияқты сезім бар, біреудің уақытын алып жатқан сияқты сезім бар. Кімнен екенін білмеймін, бірақ ұялып отырмын да. Осы нәрсені бақылаудың өзі, замечать, да, байқау, осы нәрсені байқап отырғанның өзі бір үлкен мәні бар деп ойлаймын. Бір қазір есіме түсіп отыр мынандай бір мысал, бір жырда немесе қазақи бір әңгіме әдебиеттен оқыған болармын. Ол жерде айтылған кезінде ұят болған кезде, яғни ауыл арасында көне, енді білмеймін қай ғасыр екенін, бірақ енді киіз үйде тұрған қазақтың кезеңдерін еске салатын болсақ, сол уақытта болған бір әңгіме, бір оқиға, қатты ұят бір жағдайға түсіп қалған кезде ол адамды таспен ұрып, яғни бүкіл ауыл болып тас лақтыратын да, немесе дарға асатын деген сияқты, яғни қатты бір қорқыныш былай бойда сіңіп кетеді, қатты бір қорқыныш пайда болады. Және осы кезде мүмкін андай ой келеді, мүмкін біздің қанымызға сіңіп кеткен болар, мүмкін біздің ата бабаларымыздан қалған сондай бір қатты бір ұялу, стыд да, яғни бұл өліммен теңдей көрінетіндігі меніңше өте қорқынышты. Иә, ұят деген нәрсені, яғни бізге біреу ұялту арқылы, немесе біз көп жағдайда қателесіп ұятқа қалудан қорқамыз, менің байқауым бойынша. Өзім бойынша, ладно, өзімді мысал ретіп айтатын болсам, мен де солай. Мен бір нәрседен қатты ұялатын сезетін болсам, мен одан бас тартқаным оңайырақ әрине, себебі мені өлтірмейді деген сияқты сезім да, бірақ әрине мен осознанно понимаю, что даже если ұят нәрсе істеп қойсам да, ұмытылады, өтеді, кетеді, болды, ары қарай өмір сүре береміз, әркім өз жолымен ары қарай кетеді деген сияқты. Бірақ мида өте үлкен тартылыс болып жатыр. Мен бұл нәрсені жеткізе алмаймын, достар. Өте үлкен тартылыс, өзімен өзі күрес, ешкімге бір қатысы жоқ ше, ешкім естімей жатқан ең тыныш күрес менің ішімде болып жатыр. Менің ішімде өзгерістер. Бір жағынан биологиялық тұрғыда қазір тағы да бір ой келіп отыр, мүмкін бұл бізде жаңа нейрондардың пайда болғаннан шығар деген. Себебі бізде жаңа нәрсе, жаңа информация, жаңа скилл дейді ғой, енді навык та, қасиет, бір умение пайда болып жатқан кезде біздің миымызда жаңа нейрондар пайда болады. Они обновляются, они появляются, то есть укрепляются либо. Және осы процесс мүмкін барынша ыңғайсыздық тудыратын шығар бізге. Мүмкін бұл процесс барынша в удовольствие емес, мүмкін бұл сезімді білмеймін, мен қанша уақыт бойы өзім басынан кешіретінімді. Бұл жерде бір жағынан қарасаң, иә, некомфортно, неудобно, маған бұл сезім ұнамайды, мен бұл нәрседен арылғым келеді, мен оны түсінгім келеді да. Бірақ басқа қырынан қарайтын болсам, бұл нәрсені жақсы көріп қалуға да болады. Бұны больше как волнение ретінде қабылдауға болады. Яғни менің қорқынышым керісінше маған бір челлендж тастап жатқан сияқты. Аха, осы нәрсе саған ыңғайсыз көріне ме, демек істеп көр, демек сенің қолыңнан келетінін көрсет деген сияқты. Сол себепті меніңше қорқынышқа челлендж ретінде қарау тоже бір қызық метод сияқты, күшті метод сияқты. Иә, мен басында бірінші подкасттарда айтқан болатынмын, бұл істі бастаған кезде таза қазақша сөйлеймін деген сияқты. Бұл да менде қорқыныш болды басында, себебі ойымды саралап қазақша әдемі ойымды жеткіземін дегенше менде уақыт кетіп жатыр, мына жерде реальностьтан жоғалу, немесе тіпті ойымды жоғалтып алу, бұл ең қорқыныштысы шығар. Себебі неден бастадым, неге бұнымен бөліскім келді, не нәрсеге алып келгім келген еді,
сол нәрсені ұмытып қалсам, бұның бәрінің мағынасы тіпті жоғалып кетеді. Бірақ мен мына нәрсе айтқым келеді. Осыға дейін де тақырыпта қозғалған болатын, қателік жасамаған адам ол ештеңе істемеген адам деген. Сол мен теңдей қорқыныш сезінбейтін адам болса, демек ол еш нәрсені көрмеген деп ойлаймын меніңше. Егер адам үнемі жаңа нәрсеге ашық болып, жаңа нәрсені көріп жатса, демек ол әрине қорқынышты бастан кешіреді. Әрине ол қорқынышты жеңген адам, немесе қорқынышты жеңу үстіндегі адам. Меніңше бұл өте үлкен храбрость дейді ғой, смелость. Сондай бір жүрек жұтқан адам болу керек шығар. Қорытындылай келе айтқым келетіні, меніңше қорқынышқа қай қырынан қарағанына қорытындылай келе мен айтқым келетіні, қорқынышты дұрысынан қабылдай білейік. Бұл нәрседен бірге шешейік. Себебі мен бұны бастан әлі кешіріп жатырмын, бұл тақырыпқа қайта оралатынына сенімдімін. Басқа ойлармен, басқа көзқараспен, бірақ қалай айтатын болсақ, басымыздан өтіп жатқан сезімдер болғандықтан, оның да орны бар, оның да болуы тиіс, оның да үйрететіні бар, және соңда біз сол нәрсені бір жеңіп шыққандай облегчение дейді ғой, енді жеңілдеп қалғандай боламыз деп ойлаймын. Алдағы уақытта әрине қазақшамды дамыту үстіндемін. Андай керісінше жаман болып бара жатқан сияқты сезімім бар шығар, себебі әр подкаст сайын как будто бы орысша сөздер көбірек сияқты. Бұл менің сезімім. Бірақ мен олай ойламаймын. Просто әр кезде, әр уақытта әртүрлі состояниеде жазатыным бар. Сол себепті бүгін кішкене осындай состояние болып тұр енді. Кешірім өтінемін, егер де біреудің алдында оның ожиданиясын түсірген болсам. Кстати, келесі тақырып шын күшті тақырып сияқты, ожидание құру жайында. Рахмет, сау болыңыздар, келесі кездескенше.